мен тамақ ішпесем ше қарным ашты. Квадрат не важно ғой негізі. Квадрат не важно ғой. Ыстық па? Ыстық болған. Ана жерде приборымен тұр. Толтырып салып жіберіпті ғой, иә? Біраз болды бұны жемей. Бір жазадан. Қан неге енді бетімізге шығып қалды ма сондай? Главный көрініп тұрсақ болды да енді. Көрініп тұр. Жақсы. Міне. Нұрланға звондап мазасын алайық та. Мынандай шығып кетті деп. Звондасам екен. Мынау етпен ба? Рахмет. Мынандай вермишель деген тамақ. Жегім келді бүгін. Сондай жеп жатырмын. Дауыс аз шықты. Дауыс аз шықты. Дауыс па? Битсем же? Қат шықты ма? Сәл жай болып отыр мен. 50-ге қойсам да қатты естілмей жатыр ғой. Мен қатта қойдым ға қатты шат. Болды әдем шығып жатыр. Барал. Беттегі нервқа тиіп тұр кішкене. Неғып болсын бәрі не істеп кетті? Мынандай тамақ білесіздер ме? Қарбаласып кетті бәрі. Сделать источник невидимый тұру керек ана жерде. Сделать источник невидимый тұру керек. Сөйтіптен көрбедім. Давай тапсай. Так, пока мен чат оқи тұрайын. Мен қазір дамып кеткем кішкене мынандай экран алдым, екінші телевизор. Содан чатты дәу қылып шығарып қойдым, сонымен оқып отыра берем. Ешқандай проблема жоқ. Қарным ашып кетті кәдімгі ше. ChatGPT деген нәрсе бар ғой. Уже іздеші екен. Камерадан жаңа біз режим таңдамадық қой. Сосын ғой бұл басқа режимде тұр, қазір түсініп тұрсың ба? Ал. Батыс тур бола ма дейді. Тур қашан болады дейді. Тур бұйырса болады. Құдай қаласа. Мен надан ненің экранын көрсете алмаймын, өзімнің экранымды. Короче, тиіспей ақ қойыншы, пока. Істейтін адам өзі кепсеп береді. Осы жылда бұйырса менде тур бола ма деген сұраққа жауап берейін. Алдыңғы жыл тур болған жоқ, білесіздер, концерттен кейін. Себебі әр турға шыққан сайын бір жаңалықпен, жаңа әнмен, жаңа клиппен шығу керек та, кішкене сағындырып. Ал новый материалмен былайша айтқанда. Құдай қаласа осы жылы көптеген материалдар шығару ойымда.